Назарбаевтың енді мынау арақпен әуестенетін білетін шығарсыздар. Бұл жұма күнінен, мысалы, жұма күнінен бастап ішеді, бірінші күннен арақ ішеді. Сол кездерде Каримовпен бөліскен ғой. Сонда мас болып отырып. Мен Қазақстанды тұрғанда, Қазақстан, я сделаю так, чтобы сделаю Казахстана не будет. Либо сделаю Казахстан без казахов деп айтқан сөздері бар. Соны айтқан Каримовке баяғы. Мен дейді, оңтүстік Қазақстанды мен саған берейін. Анау нені Маңғыстауды Түркменияға, Жамбыл облысын баяғы Қырғызстанға, Алматы мен Шығыс Қазақстанның неге дейін Қытайға, Батыс Қазақстанды барға Калмыкияға, қалғандар Ресейге беріп, мен тип-типі қылуым керек. Менің задачам солай деп айтқан сөзі бар. Арақ ішіп отырып, Карим айтқан. Каримнің балығын улап еді, потом айтады оған, әй, көке, не деп тұрсың? Қазақ халқы мұның қожайын бұл елдің. Сен одан ұқсас сұрадың ба дейді ғой. Оны айтады ғой, мен плевать қазақ халқына деп. Вот весь сказ в этом. Если нас же будет факта много, мен білемін, өте жақсы білемін. Көп заттар бар, айтылған, бірақ тәнің барлығы қағазға жазылмаған. Сол қиын болып тұр. Оның айтқан сөздері бар. Мысалы, Светлана деген келіні бар. Мен оның алғы қайтыс болған сатып алдым. Мен екеуім бір қызмет жасағанбыз. Сонда қыз сатып алдың айтқан сөзі бар. Мен айтым, ой, твой брат 40 лет, уже секретарь ЦК деймін ғой. Сонда айтқаны, да, это мой брат. Только он у нас не однокровный, не единокровный, одноутробный деп сөзі бар. Сонда бұл еріп келген, сонда 43-ші ма, соғыс уақытына еріп келгенде 5-6 жастағы бала, оказывается, бұл сондағы бұл мұның әкесі Джунгар қалмақ қойрат дейді, мен білмеймін, сонымен сол қалған 3 баласы, мынау кімден туған, Назарбаевтан туған. Теперь, енді мына не келетін болсақ, бұны бар ғой, бұны қазақ қылып, бұны бар ғой, қазақ мектебіне беріп, Қаскелен Абай мектебін 10-шы класс бітіргізіп мұныға. Атын бар ғой, Назарбаев кім еді? Нұрсұлтан жасап, фамилиясын, отчествосын беріп, мұның шын аты, мұның шын аты Насанжол. Фамилиясын точно білмейді екен. Бұл қазақ халқының жауы. Сондықтан да бұл еш уақыт Қазақстанда аты айтылмау керек еш уақытта. Өлгеннен кейін бір мұна Калмыкқа апарып қоя ма, Ресейге апарып қойып, Қытайға апарып қойсын, бірақ бұл жерде бұның несі қалмау керек. Бұның делесі Қазақстанда жерленбеу керек. Одан кейінгі қалғаны барлық коррупция, ұрлық, жарлық бәрі бар ғой осыған байланысты. Ең бастаған осыны. 86 жылғы нені бастап берген досы, 1 январдың, 2 январда нені бастап берген досы, 2022 жылғы осыданға дейін осының адамдары әлі қызмет жасап жатыр. Сондықтан да бұны кесу керек, жоламау керек. Бұл несі, бұл сотқа беру керек, бұл бар ғой, бұл за все содействия бұл должен ответить. Бұл бар ғой, 35 жыл бар ғой, бұл ана колбын келгенде ол колбын жұмыс жасаған жоқ, мынау жасады бәрін. 87-ден бастап, осы ненің 1 январға дейін 22 жыл осы басқарып отыр. Тоқаев бастаса да Тоқаевқа возможность берген жоқ бұл жұмыс жасауға. Сондықтан да бұл мұны бар ғой, бұны он должен ответить. Повесить надо вниз головой.